Шет жақта мені жөн түшкім таный қоймаймын. Мен студент жігіттер бар, олар бірге оқып, олар аш емес. Жақсы тазы бар ма дедім, ол әскермен тазысы бар деді. Сарғасқа тазы. Тұқымы, сол Әміржанның итінің тұқымы деді, бірақ қасқырға салынған жоқ деді. Сосын жалма-жан кеттік деп, екі кештің арасында тарттық. Сен звондар ескенге, бере ме? Тасын, уақытша күші қалуға нетуген. Біреудің қызықтап отқасы нәрсесін маған бер деп сұрап, ұятқа енді, өз қызықтап отыр, өз заңға қосып отыр. Сосын звондаттым, бүркітке. Айтты, келсең аласың ғой деді. Өздері құдама бірден екен бүркіттерін. Машинаға бар, нева айдап отыр, жаңағы неге бардық. Шетке тарттық. Шетке қарбыз. Қарбызға. Түнгі үште бардық, енді ана тазыны көргім келіп барады. Жағынан ұят енді. Түнде үште жүрдіп тазы көрсетті. Таратқанша әзер жазадым көргенше. Көріп жақсы екен тазысы. Жаретті ол тазыны алдық. Таңертең. Сосын одан кейін ауылда тағы тазылар бар ма дедім. Бар деп тағы кішіге апарды. Сосын бір үйге барған таянғанда бір сартаз жатты. Жаңағы сартазны біз барғанда тұрып кетті, қораның алды жатыр екен. Қораның есігі, сосын штакетикті істеген осы биіктік осындай есік бар екен. Енді мал шықпасын, қорастық болса, үлкен есікті ашып қойыр ғой. Сол орында тұрыпты, бірақ қарғыдан жаңағы сартаз. Мен көрген бетті қызықтым. Содан бүркітке сұрадым, ол бата алмайды сұрап. Алдында бір тазысын алып жоғалта алған бірдеңесі бар еді сондай. Өзім сұрадым Ерланнан, қармыстағы. Ерлан, менде жақсы қаншықтар бар, тұқым алайық деді. Ол көнбеді. Жоқ, қаншы қызақ. Менікі жаңағы қанша тәрбиесі болмайды, мал демейді, құс демейді, көзінше жабады. Мына жаққа біреудің көршілердің бірдеңесін жарып тастаса, ертең әңгіме болады ғой. Таздан айырылып қаламын. Кеттік содан. Содан кейін жаңағы сартазың бұйырғаны ғой, сол ауылды сол жылы Қармыс ауылында деден 20 шақты сол кезде 109 жыл ғой, 111 жыл күн қасқыр жеді. Біз шақырды. Жаңа Жәкең бар, аға. Сосын бар жатқанда айттым, жаздығында сартаз көріп, соны сұраңызшы дедім. Жәкең, керемет мынаны деді. Керемет мынаны. Содан бардық, кішкентай ауыл, Рымқұл Рысқұл деген жаңағы екі ағайын жігіт, құдалары бүркіт апарып жүр, біз бұл жақ танымаймыз ғой. Сол Рымқұлдың үйінде қарсы алды, ауылдың жігіттері келді, әңгімелесті. Жолда айтқам Жәкесі.